Сәлеметсіздер ме? Бүгін Асылтас бизнес гранты жайында айтатын боламыз. Асылтас бизнес гранты жеке кәсіпкерлер үшін өз кәсібін одан әрі дамытуға таптырмас мүмкіндік. Қоғамдық қорының құрылтайшысы Дулат Тастекеев ағамыз. Бірінші, яғни бағыттары өндіріс, ұлттық өнер, салауатты өмір салтын қалыптастыру, IT бағдарламалар, қазақ тілін дамыту бағытында. Содан кейін керек бізге презентация, ол мәнді, мағыналы, нақты кәсібіміздің жұмыс процесін, қоғамға пайдасын айтып өтуіміз керек. Содан кейін бейнеролик 3 минуттық видеода өз кәсібіңіз жайлы толық ақпарат айтып шығуыңыз керек. Қаржылық есеп, яғни сауалнамаларға жауап беру керекпіз және табыс пен шығын туралы есепті көрсету керекпіз. Ең бірінші сауалдар. Міне, аты жөні, байланыс нөмері, тұратын мекен жайы, туған күні қатесіз толық жазу керекпіз. Отбасылық жағдайы, бала саны, электрондық почта, кәсіби білімі, грант туралы қайдан білдіңіз? Инстаграм болса, сол парақшаның атауы, грантқа қатысу мақсаты, кәсібіңіз қай бағытта? Егер де осы Асылтас фонды ұсынған бағыттардың біреуі болса, онда басымдылық сізде болады. Және осы саладағы тәжірибеңіз, айлық табысыңыз, кәсіп қай жерде жүргізілуде, сол жайында, кәсіпкер ретінде тіркелгенсіз бе? Несиелеріңіз бар ма? Несиелеріңіз бойынша айына қанша теңге төлейсіз? Неше жұмысшыңыз бар? Бизнес бастау үшін қаражат қанша теңге жұмсадыңыз? Грантты ұтқан жағдайда қаражатты нақты қайда жұмсайсыз, соны осы жерге толық жазу керек. Содан кейін табыс пен күнге, айға бөліп осылай есептейді. Мысалы, мұнда өзіңіздің егерде бұрынғы 6 ай бұрын табыс тапқан болсаңыз, сол 6 айлық табысыңызды жазасыздар. Егерде сіз жаңа бастап атқан ИП болсаңыз, яғни кәсіпкер, онда примерно жазып шығасыздар. Қанша теңге болуы мүмкін деген сияқты жазып шығасыз. Мысалы, мен мұнда кез келген бір сандарды жазып шығайын, сосын осыны есептейміз. Мұнда барлығын көрсетіп тұрады автоматты түрде. Қосымша мәліметтерді енгізесіз. Сосын үшінші бетке ауысқанда, мұнда бізде есептік айлар, жаңағы біз жазған табыс барлық осы жерде көрсетіліп тұрады. Әр айдың табыстары. Сонда барлығы 756 мың теңге, орташа 126 мың теңге табыс тапқан екенбіз ай сайын. Мінекей, мұнда 105 мың болса, міне, мұнда 105 мың автомат түрде шығады. Содан кейін маржа, яғни процент. Соның қанша проценті сіздің ақшаңыз. Соны жазасыздар. Мысалы, 50% дегендей солай жазып шығасыз. Көрсету керек. Сосын өзіндік құны қанша теңге? Жалпы табыс. Сіз қанша табасыз? Және салық төлемдері. Онда жалақы, әкімшілік шығындар, аренда, коммуналдық төлемдер, транспорттық шығындар бәрін тізіп, дұрыстап жазып шығу керек қатесіз. Басқа да шығындар болса, міндетті түрде жазып өтесіз. Сонда автомат түрде жалпы шығынды есептеп береді.
сосын кәсіпкерліктен түсетін табыс, және мұнда отбасылық шығындар жазсаңыз, егерде отбасылық шығындар деп, сонда автоматты түрде таза табысты шығарады. Сосын мұнда өзіңіздің қосымша мәліметтеріңізді теруге болады. Егер сіз саудаға байланысты қызмет атқарсаңыз, онда мысалы сіз қалам алдыңыз. Ол нақты қолда бар данасын жазасыз. Сатып алу бағасы 100 теңге болса, сату бағасын 160 теңге. Яғни содан кейін процент жазасыз. Қанша процент сіздің ақшаңыз. Егерде сізде өндіріс болса, онда тауар қалдығын есептейсіз. Яғни жаңағы қалам, тауардың аты қалам болса, нақты қолда бар данасы 300 болса, өзіндік құны, яғни 23 теңге, сату бағасы 40 теңге, яғни өзіңізге 74% қалады деген сияқты. Және оған қанша шикізат кетеді, өнімге кететін шығындар жайында жазып өтесіз.